Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлына арналады. Мақсатымыз қазақ халқының өмірінде ерекше орынға ие ұлы тұлға Ахмет Байтұрсынұлының өмірі, шығармашылығы туралы ақпарат бере отырып, оқушылар бойында ұлтжандылық, патриоттық қасиеттерді дарыту. Ал енді балалар ойланып көрейік, Ахмет Байтұрсынұлы кім? Ол туралы біз не білеміз? Ахмет Байтұрсынұлы балалар ұлттың ұлы ұстазы, ағартушы ұстаз, тілші, аударбашы, ақын, ауыз әдебиетін жинақтаушы және ең бастысы өз халқын ерекше сүйген нағыз патриот адам. Ахмет Байтұрсынов 1872 жылы 5 қыркүйекте Қостанай облысының Торғай өңірінде дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынұлы өзі туралы мынандай естелік қалдырған. Назар аударып оқиық балалар. Ал енді балалар Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылық өмір жолына назар аударайық. Ахмет Байтұрсынұлы әліппе, сауаташар, оқу құралы, әдебиет танытқыш, 40 мысал, маса деген сияқты еңбектердің авторы. Ахмет Байтұрсынұлы ең алдымен қазақ балалары қазақ тілінде білім алу керектігіне баса назар аударып, тұңғыш әліппені жазған ақын. Сол үшін де Ахмет Байтұрсынұлын әліппенің атасы деп атаған. Осындай ерен еңбектер үшін республикада көптеген мектептер, көшелер Ахмет Байтұрсынов есімімен аталады. Солардың бірі біздің мектебіміз. Балалар, біздің мектебіміз де Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектеп болып өзгерді. Ал енді балалар, осы Ахмет Байтұрсынұлының қандай еңбектерін білесіздер? Сөз кезегі өздеріңізде. Ахмет Байтұрсынұлы маймыл мен көзілдірік. Қартайып нашар көрді маймыл көзі. Ойлады ем өтерге оған өзі. Көз ашса көзілдірік емі деген тиетін құлағына жұрттың сөзі. 5-6 көзілдірік маймыл тапты. Біразын құйрығына тізіп тақты. Қарады, бірін иіскеп, бірін жалап, бір мезгіл төбесіне қойып жатты. Пайда жоқ, ескесе де жаласады. Қойып ақ әр жеріне қарасады. Маймылға көзілдірік ем болған жоқ, адамның көздеріне жарасады. Жоқ деді, тесімде де пайда тіптен, мұжныны бұл шыныдан дәрі өткен. Жақсақ деп көзілдірік шулаушы еді, бәрі де жалған шеккен адам біткен. Сөздері жұрттың айтқан бәрі жалған, мен жарым жалған айтқан жүзген аңған. Көрмедім жалаулардан ешбір пайда, еңбегім босқа кетті, іздеп талған. Қараңыз, маймыл нетті сонда тұрып. Бір тасқа ұрды бәрін лақтырып. Ашумен жарымдықтан пайда бар ма? Күл-күл боп көзілдірік қалды сынып. Алғанға бұл кеңесте ғибрат бар. Маймылша істететін көп надандар. Дұрыс затты орнына жұмсай алмай, сөгетін пайдасыз деп жоқ па адамдар. Ахмет Байтұрсынұлы 2 шыбын, бір өгіз күні бойы тартып сабан, қайттерге сабанымен кешке таман. Мүйізінде қара шыбын отыр еді, кез болды бір танысы жолда оған. Танысы мініп көріп келе жатқан, астында өгізі бар сабан тартқан. Көзіме күні бойы көрінбебең, келесің сөйле дейді сен қай жақтан. Сонда бұл мұрнын көкке көтереді, адамсып маңызданып жөтереді. Жер жыртып күні бойы шаршап келем, мазалап сұрап саған не керегі. Адамды кейбір түрі алып еске, қарасақ ғибрат бар бұл кеңесте. Біреудің я қайратын, я дәулетін өзімсіп жүретіндер бар емес пе? Кейбіреу көтереді мұрнын көкке, өз әлін өзі білген адам көп пе? Мақтанып бәрінде өзім еттім дейді, біреудің шылауында жүрдім текке. Қартайған арыстан Ахмет Байтұрсынұлы. Қартайып арыстанның әлі кетті, айбынды жұрт қозғаттың сәні кетті. Бетіне жан келмейтін уақыттар, артына бір қарамай бәрі кетті. Жарайсыңдар балалар. Енді бүгінгі сынып сағатымызды балалар, мен мына өлең шумақтарымен аяқтағым келіп тұр. Оқуға шақыру. Балалар, оқуға бар, жатпа қарап, жуынып киініңдер шапшаңырақ, шақырды тауық мана әлде қашан, қарап тұр терезеден, күн жылтырап деп Ахмет Байтұрсынов атамыз айтқандай, балалар, білімнен ешқашан қашпаңыздар. Білімге ізденіңіздер, оқыңыздар, талпыныңыздар. Және ең бастысы өз елімізді қастерлейтін ұлтжанды патриот болыңыздар. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.